Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен Гюнтер және Кузьмин деген екі автордың сборник задач по высшей математике деген есептер жинағынан мына 108-ші есепті талқылап көрсек деймін. Өте қызықты есеп. Алдымен бұл есепті дұрыстап түсініп алайық. Бұл не дейді? Яғни бізге көп мүшелік берілген қандай да бір. Ол көп мүшелікте x минус a, x минус b және x минус с-ға бөлгендегі қалдықтары сәйкесінше үлкен a, үлкен b, үлкен с-ға тең екендігі бар. Және де егер x минус a, x минус b, x минус с-ның көбейтіндісіне бөлсек, онда қалдық қандай болады деп қойып тұр сұрақты. Енді бұл есепті талқылап шығармастан бұрын, сіз өзіңіз бұл видеоны тоқтата тұрыңыз. Бар білген біліміңізді пайдаланып, осы есепті өзіңіз шығарып көріңіз. Одан кейін комментарийға жазсаңыз болады. Не болмаса, ары қарай көрсеңіз де болады. Жалпы өте әдемі есеп, ойланып көріңіз. Көптеген білім аласыз деген үміттемін. Егер де сізге осы есеп қызық болса, видеоны аяғына дейін көріңіз. Жақсы, сонымен есепті шартына келейік. Есептің шарты бойынша көп мүшелікті біз x минус a, x минус b, x минус с-ға бөлгенде қалдықтар сәйкесінше a, b, с-ға тең. Бұл жерде бірден біздің ойымызға қандай теорема түседі? Безу теоремасы. Безу теоремасы. Яғни бізде px деген көп мүшелікті x минус a-ға бөлсек, біздің ізделімді мысалы көп мүшелігіміз px болса, безу теоремасы не дейді? X минус a-ға бөлген кезде сіздегі қалдық p-a-ға тең дейді. Ал есептің шарты бойынша ол үлкен a-ға тең. Константа. Ал x минус b-ға бөлген кезде px көп мүшелігін. Онда безу теоремасы айтады, қалдық p-b-ға тең дейді. Ол бізде сәйкесінше b-ға тең. Және де егер x минус с-ға бөлсеңіз, онда px деген көп мүшелігіңізден қалдық p-с қалады дейді. Ол бізде шарт бойынша с-ға тең. Міне, безу теоремасын қолданып біз осындай қатынастар жаза аламыз. Және де егер біз px көп мүшелігін x минус a, x минус с, x минус b-ның көбейтінділеріне бөлсек, қалдық сөзсіз үшінші дәрежелі көп мүшеліктен кіші болады. Соны жазып қояйық. Яғни px деген біздің көп мүшелігімізді онда қалай жазалады? X минус a көбейтілген x минус b көбейтілген x минус s көбейтілген бір қандай да бір көп мүшелік qx плюс rx деген қалдық. Rx-тің қалдық, Дария, rx деген қалдық, бұл жерде үшінші дәрежелі көп мүшеліктен міндетті түрде кіші болу керек. Яғни екінші дәрежелі, максимум екінші дәрежелі болады. Енді мына безу теоремасына сәйкес жазған есептің шартын біз бірінші формула дейік. Мына көп мүшелік px-тің формуласын 2 дейік. Сонда мына екінші формуладағы rx туралы біз тағы да қандай ақпарат білеміз, соны жазып қояйық. Rx яғни бізде қандай да бір R1 деген қалдығы бар. X минус B көбейтілген X минус C, немесе R2 деген X минус A көбейтілген X минус B, X минус C, қосылған тағы R3 X минус A көбейтілген X минус B түріндегі көп мүшелік болуы мүмкін. Бұны мен үшінші формула деп жазып қояйын. Енді мақсатымыз есептің шарты бойынша R1-ді табу керек, R2-ні табу керек, R3-ті табу керек. Міне, осылар тапсақ, біз онда сәйкесінше қалдықты білетін боламыз. Енді үшінші формулада сөзсіз біз бірінші безу теоремасы бойынша жазған ақпараттарды пайдалану керек, есептің шартында берілген. Енді соларды пайдаланайық. Оны қалай пайдаланамыз? Пайдалану үшін екінші формулаға бірінші формуладағы мәліметтерді әкеп қояйық. Сонда бізде rx-тің қасиетін анықтайтын қатынастар шығатын болады. Сонымен pa
бізде аға тең. Иә. Оны ескеретін болсақ, біз екінші формулада онда п-амыз нешеге тең болып тұр? Мына көбейткіштердің барлығы x минус a дегеннің бірінші көбейткіштің арқасында ол нөлге айналады. Сондықтан, дәрет, достар. Онда бұл жерден шығатыны бізде бұл r a-ға тең. Ал r a-ны біз үшінші формулада мына түрде алдық, үшінші формуламен. Өйткені жақшаны ашатын болсаңыздар, сізде қалдық, яғни көп мүшелік. Екінші дәрежелі үш мүшелік болады. Енді соны жазып алайық. R A-мыз нешеге тең? Бұл бізде бірінші R1 көбейтілген A минус B қалады, A минус S қалады. Қалған мүшелердің, қосылғыштардың барлығы бізде нөлге айналады. Өйткені X-тің орнына A қойып жатырмыз. Сонымен бұдан R1-ді тауып алуға болатындығын көріп тұрсыздар. R1 нешеге тең болады? R1 бізде тең болады A бөлінген A минус B, A минус S. Міне, төртінші формула деп жазып қояйық. Енді екінші қасиет. Біз B-ны қойған кезде қалдық B дедік. Енді мына екінші формулаға X-тің орнына бәріне B қойыңыз. Сонда бізде P-біміз R-B бұл қалдық. Яғни бізде тең болады. Үшінші формулаға апарып қойғанда бірінші қосылғыш бізде барлығы нөлге айналады. Сәйкесінше қалатыны R2 көбейтілген B минус A, B минус S. Үшінші қосылғышта нөлге айналады. Бұл формуладан біз R2-ні табамыз. Сонда R2-міз нешеге тең? B бөлінген A көбейтілген B минус S. Бұл бесінші формула. Енді қалғаны бізде үшінші қатынас, яғни P-ның S нүктесіндегі мән. Бұл S тең болады R-сыға. Бұл тең R3 көбейтілген, қараңыздар. Мына жерде үшінші формулада бірінші және екінші қосылғыштар барлығы нөл. Өйткені X минус S дегенде X-тің орнына S қойған кезде барлығы нөлге айналады. Сонда қалатын мына мүшесі ғана. R3 көбейтілген S минус A, S минус B. S минус B. Осыдан R3-ті тауып алайық. R3 сонда тең болады. S бөлінген S минус A, S минус B. Мұны біз нешінші формула? Алтыншы формула. Сонымен қараңыздар, бізде 4, 5, 6-да біз R1, R2, R3 деген 3 белгісіз коэффициентті таптық. Енді соларды әкеліп, мына үшінші формулаға қойымыз керек. Енді қояйық. Сонда болсақ 4, 5, 6-ны 3-ке қоямыз. Сонда біз қалдықты есептей аламыз. Rx тең бізде R1, яғни A бөлінген көбейту. Мына жерде бізде X минус B болды, X минус S болды. Сәйкесінше A минус B, A минус S болады. Плюс R2-міз B бөлінген B минус A, B минус S. Яғни B көбейтілген X минус A, X минус S. Сәйкесінше бөлімінде B минус A, B минус S болады. Плюс үшінші қосылғыш R3, яғни S көбейтілген X минус A, X минус B бөлінген S минус A, S минус B. Міне, жауабы осы. Сіздерге осы сабақ ұнаса, онда лайк басыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар, және де осы есеп пайдалы болады деп ойласаңыздар, математикаға қызығушылығы бар өздеріңіздің достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.